Армысың телекөрермендер, Ботай Ньюс YouTube каналында Самратпен сұхбат. Бүгінгі бағдарламаның қонағы Солтүстік Қазақстан облысының құрметті азаматты күйші, музыка саласының майталманы Серікбай Құсайынов. Серікбай ата, қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді өзіңіз жазушы, академик Сәбит Мұқановтың көзін көрдіңіз. Сәбит атамыз қандай азамат еді? Сәбит атамызды 1960 жылы көрдім. Ол кезде ол 60 жасқа келген еді. Сонда қазақтың небір майталман әртістері, өнер шеберлері, жазушылары келді. Онда Ғабит, Сәбит бастаған, сосын Құрманбек Жандарбеков, Шолпан Жандарбеков олар, толып атқан көптеген Сәбит Оразбаев сияқты көптеген әртістерді ала келді. Солардың ортасында бірінші рет көріп, мынау Жәнібек Мұзапаровтың үйінде кездесіп, сонда маған домбыра тартқызды. Сонда Сәбит атамызды мен домбыра тартып отқан уақытта мына бала шабытпен тартады екен деп Ғабитке айтып жатыр. Ғабит енді ол өз пікірі өзінде үндемейді аса. Анау Сәбит атамыз жан жаққа қарап, көзін тастап, мына біздің елде де мынандай өнерпаз адам жастар бар екен, көріп отыр ма екен, не пиғылды екен деген сияқты қарап қойды жан-жағына. Сонда Сәбит атамыздың енді ауыл адамы сияқты академикпін демейді, жаспен жасша сөйлесіп жастарменен. Оның ол кісінің енді қолтаңбасын алдым мен кітапта музыкант Құсайыновқа музыкант Құсайыновқа қолтаңбам деп жазған қол қойылған жазуы да бар. Ол кісіден кейін оны драм театрда керемет күшті концерттері болды. Енді Сәбит атамыз нағыз Сәбиттің өзі, нағыз қазақтың көзі деп мынау Ғафу Қайырбеков айтқан еді. Қозғалғанда жалғыз өзі, қозғалғанда жалғыз өзі, даладай боп, бір көшені толтырған қарағай боп, жапырылып алдыңа барушы едік, жазғытұрым жайқалған қоғадай боп деп өлеңі де бар Ғафу Қайырбектің. Міне сондай ол кішіпейіл адам еді. Адаммен қоян қолтық сөйлесе кететін, адамдарды жатсынбайтын. Сондай адам, мейірімді адам еді. Содан кейін мынау Сәбит атамыз, Нағим екеуміз үйленген кезде Қасқырбай деген Мәриям апамыздың бір жиені ме, нағашысы ма, сол үйіне шақырды. Сонда тоже кездестік Сәбит атамызбен. Сонда бізді таныстырып жатыр. Серікбай музыкант, домбыра тартады. Мынау Нағима Рамазанова, Мүсілменбек қызы дегенде Сәбит атамыз, өй, Мүсілменбектің қызы біз барғанда төсағаштың үстінде, шымылдықты ішінде отырушы еді ғой, тұрмысқа шығатын болып қалды ма деп, кел бермеңгер деп шақырып алып, жанына тізесіне отырғызып, бетінен сүйіп, жанына отырғызып, мына менің сарқытымнан ауыз түй деп қолындағы шампанскийін берді. Сөйтіп сондай отырған халық бәрі ризашылығын білдіріп, қандай кішіпейіл адам, қандай мейірімді адам деп таңғалысты. Соның кейінде Шамат деген әлгі типографияның бастығы болды. Сол жазам деп жүрді, сол
жазан деп жүрген де жазған жазбаған білмеймін енді. Осы әңгіме туралы. Сәбит енді бір жазушылығы, академиктігі бәрі өзіне басқан. Ол енді өте кішіпейіл, қазақтың шежіресін, қазақтың өткен кеткенін, тарихын көбін біразын білетін адам еді. Ол Сәбит атамыздан сондай өнеге, өсиет алған тағылымым бар. Енді Сәбитпен үзеңгілес болған Ғабит атамыздың адамгершілігі қалай болды? Сәбит атамыз, Ғабит атамыз да мен 74 жылы Мүтәліп Қанғожин деген ақын үйіне шақырды. Осында бір жағдайменен Ғабит келген екен. Содан әлгі облыстың бастығы, обкомның бастығы Шыманов деген бар, газеттің бастығы Уәра Рахымжанов деген бар, Әуелбеков деген бар, Дүйсенбі Әуелбеков. Сондай көп адам, сондай біраз адамдарды шақырған екен. Сосын әлгі Ғабиттің переводшығы Вельяминов деген, сосын Ғапу Қайырбеков деген кісі болды. Ғапу Қайырбеков деген кісі болды. Сенің сонда әрбір әңгіменің арасында маған бір 2-3 рет күй тартқызды. Анау Шыманов басқарып сөйлеп отырды. Шыманов деген Шыманов Әнуарбек Нәжметтенович, ол кезінде Құрманғазы ауылынан шыққан домбыраны күйді жақсы көреді екен. Сонда Ғабең енді аса көп сөйлемейді дейтінді. Тәкаппар деп айтатын жұрт. Сол күні сол мәжілісте өте керемет шешіліп сөйледі. Және сөйлеген уақытта енді ортаны оған тыңдайтын орта керек сияқты. Солай көп мынау Қорқыттан бастап Құрманғазының қазіргі заманның күйшілерінің бәрін біразын айтып отырды. Соның бір уақытта маған күй тартқызды. Мен Көңілашар деген күйді тарттым. Көңілашар деген күйді тартып, Әлжантпен үйренгімді. Ғылман Әлжант деген домбырашыдан. Сол кісілерін тартып, Көңілашарды ерекше тартып, қолын сермеп былай домбыраның тиегінен бастап құлағына дейін апарып тартатын. Соны тартқанда Ғапу Қайырбеков: «Әй, мына оң қолың қайтады, шайтанның отын ала қашқандай қылып тартады екенсің» деп сөйтеді. Содан біраз өздері күлі болды. Сондай, ал енді Ғабитхан өкім Дүйсенбі Әуелбеков деген бір тамаша әзілқой жігіт, тамаша әңгімеші жігіт кісі еді. Біздің мұғаліміміз болды кезінде Баянауылда. Сол Ғабе сізді қазақтың Тургеневі деп айтады. Осы сөз зергерсіз, осы зергерліктің сыры неде деп. Сонда Ғабең: «Ай, сендер теңеуді қоймаған екенсіңдер. Ол мен ештеңені ойлап тапқан жоқпын, ешқандай жаңалық ашқан жоқпын. Қазақтың өзінің сөзін орынды-орнына қойып жаздым. Міне несі, міне нәтижесі. Міне жазудың себебі деп айтты. Ал енді Ғабеңнің ішінде Ғабеңнің бір жетістікке толғаны демекен, бір жаңа жолға бардық. Жаңа жолға барған уақытта бәрі жазушылар келді. Солар қазақша жиынды бәрін қазақша бастады. Енді бір уақытта Ғабең орысша сөйлеп кетпесі бар ма? Орысша сөйлеген уақытта кемпір шалдар баласын жетектеп бәрі шығып кетті. Ғабең соғының не себебі бар екен білмеймін. Сондай халыққа ұнамады сол ісі. Ал енді Ғабеңді енді
білгір адам, сөз зергері, академик, сондай ғұлам адам ғой. Енді адамда әртүрлі мінез болады ғой. Мінезсіз адам болмайды ғой. Міне Ғабит туралы көргенім, білгенім осылай. Облыстың халық ақыны Егібай Әлібаев жайында айтсаңыз. Егібай Әлібаевты мен 1946 жылы мына Петропавлда ол кезде филармония жоқ, КЕП дейді, концертный эстрадный бюро. Сонда көркемдік жетекші болған екен. 46 жылы Баянға келіп концерт қойды. Кішкене мектептің үлкен комнатасында. Халық сыймай кетті, сыртта тұрып көрді. Сонда Егібай домбыраны қағып жіберіп, айғайға басқан уақытта адамды, сол кездегі менің ойым, көңілімде қалғаны, алғы айғайы, әуені екі қолтықтан көтеріп, көкке ұшырғандай болды мені. Сондай әсер алдым. Өлең айтуы, мәнері, сосын кісіге қарап, сөзін анаға айтуы, беттің құбылысы, сондай ғажап көрінді. Содан әлгі Егібай Әлібаевтың тұстасы Асылтай деген әкеміз болды, немер әкеміз. Сол кісінің үйінде ас берілді, сонда тағы өлең айтты. Сонда олар кеткеннен кейін мен енді қой деген шешеміз бар еді, Махмет дегеннің кісінің жолдасы. Сонынан оқтауды сұрап алып, оқтауды алып, әлгі Егібай Әлібаевтың мимикасына салам деп, қолымды сермеп, Егібай Әлібаев сияқты өлең айтқан болып, әуре шәпірім болыпты. Соны Махмет атам көріп, өлгенше айтып қоймай жүрді. Мінекей, ал Егібайдың енді ақындығы мынау 57 жылы көрдім анық. 57 жылы онда Егібай Әлібаев, Темірғали Қасенов, Ахметжан Нұртазин, тағы сол сияқты көптеген ақындар болды. Сонда Ілияс Оңғаров доклад жасады. Біз Баяннан келдік. Сол Темірғали Қасенов те, Самархан Жұмадиев те, екеуі де онда Пресна ауданына қарайтын. Пресна ауданның ақыны болып келді. Өйткені ол кезде Тауағаш Пресна ауданына қарайтын. Сол Темірғали Қасенов бірінші өлең бастап айтты. Кіммен айтқан енді есімде жоқ. Екі круг өлең айтылды, айтыс айтылды. Сонда маған ұнаған сол республикалық жағдайға домбырамен дайын тұрған ақын екені көрінгені мынау Темірғали Қасенов пен Егібай Әлібаев болды. Енді Темірғали Қасенов үлкен адам ғой, Егібайдан үлкенірек, дауысы бәрі бар еді. Кезінде кім айтқан екен? Сегізтерінің баласы Мұсайын. Біздің көшебеден ән көшіп, біразырақ таз еліне барып тоқтап, содан Шағалаққа барып тоқтап қалды деген айтқан сөз бар екен. Сол сияқты сол Темірғали, сол Шағалақ ауылынан ол кезде сол көптеген Рахмет деген, тағы да есімде қалмапты, Тауағаштан көптеген әншілер, ақындар шыққан. Енді Егібайдың шөбересі өткенде Сайра домбыра облыстық байқауында бірінші орын алыпты, е? Ол ұрпақ сабақтасты ғой, е? Ол ұрпақ болғанда қандай? Оған сол концертке бардым. Мен соған өте қуандым. Сол үшін бардым. Мені
Кімді шақырып алды, Күлбәрім, қарындасым Күлбәрі. Мына Егебайдың шөбересі өлең айтады, соны тыңдаңыз, көріңіз деп әдейі шақырды. Содан барып концертін тыңдадым, көрдім, жақсы келешегі бар әнші екен. Ол мынау Смирновада музыка мектебінде сабақ беретін Жанғазина Айгүл деген менің училищеде бітірген студентім болды. Соны сол баптап дайындап алып келіпті. Анау Жанғазина сол музыканы училищені бітірген, және оның жолдасы Дәулет Балтабаев деген қазақ интернатында менен домбыраны бітірген. Ол да республикалық сайыстарда кезінде шығып, жақсы термеші, әнші атанған еді. Міне соқын Егебайдың шөбересі дегенге барып қуанып, қол соғып, құрметтеп, сөз сөйлеп бата бердім. Енді Самархан Жұмадиев атамыз жайында айтсаңыз. Самархан Жұмадиев енді Көктерек алға көп партбердің елі дейді. Алғалғы милиционерлер шыққан жер 40 партбердің елі дейді. Содан өзінің ішінде милицияның генералдары шыққан талай. Сол Көктеректе болмай, Баян елінің қызына үйленіп, сол Баянда тұрақтап қалды. Самархан деген кісі. Сол Баянды кейінгі өмірі Баянда өтті. Енді оның ақыншылығы қазақта екі шумақ өлең айтпайтын, шығармайтын адам жоқ қой. Ол да сол Ілияс Омаровтың арқасында өлең айту керек, өлең жазатын адамдар керек, соны іздеді. Сонда сол Самарханға сен тоқтап үйіне барып, мынау сіздің өлең шығаратын жағдайыңыз бар екен, сіз енді ақындар айтысына қатынасыңыз, белсенді болыңыз деп, соған анау кезінде Бақыт Мұстафин деген журналисті жіберіп, соның ақындық шығарған өлеңдерін өзі жазуын, бірақ соны жүйелеп, ол кезде жазып айтатын ақындар айтысты. Оның алғы әрбір ауданнан шығып айтады, әрбір ауданның жетістігін, жақсылығын, жетістігін айтады, жаманшылығын айтады. Біздің ауыл осындай, сенің ауылың қандай деген сияқты сондай тақырыптарда өлең айтыратын. Сол анау 57-ші жылғы айтыста сол Самарханда қатынасты. Самархан енді одан кейін де сол айтыстың әсерінен Баянда да айтысты, Киевде айтысы. Оның айтыстары кім Қанафин деген, Сұлтан Қанафин деген кісі де журналист болған адам еді. Газетке мақала жазып жүретін. Ол да өлең шығарып, өлең айтып, одан Жамбыл совхозында айтыстар ұйымдастырылды. Сол айтыс қанаты кең жайылып, халыққа ақындар кең таралып кетті. Кейіннен Қайыр келді, содан кейін Студин, Бимақанның баласы, содан кейін Темірғали Қасенов. Жоқ, Темірғали Нұртазин. жоқ, мынау ненікі, Ленин ауылынікі. Темірғали деген жігіт болды. Сол екеуі айтыстып жүрді. Темірғалидың өлеңдері, музыкалық өлеңдерді шығарған жігіт еді. Темірғали екеуміз қазақ мектебінде, ол әскерден келгенде, сол пионер вожатый болып қазақ мектебінде орналасты. Оның ақындығы бір бөлі оны зерттеп, оның өлеңінде жарыққа шығару керек. Мына әйелі мына неде тұрады, Бәйтеректе тұрады. Оның әйелінде кезінде әскерден келгенін іздеп,
менің айтырған қысым бар еді, сол қайда жүр екен деп әңгімелескенде, оны білем, мен осында қалада тұрады, мен кездестірейін деп кездестіргем екеуін. Соған ақырында үйлендім. Ал енді Самарқанның енді сондай кезінде милиционер болған, әртүрлі қызмет істеген байсалды адам еді. Сол анау кімнен Күлзира деген қызы болды. Күлзира деген Баян елінің қызына үйленгенде, содан туған Күлзира деген қыз болды. Күлзира деген қызды еркекше киіндіріп, еркекше жүрді. Бетін келе сол топта, дастархандарда кешкі әлгі соғым сойған уақытта жілік сындыруға барар, жігіттермен қатарласып, жілік ұрып, жілікті сындырып жүрді. Оның көзім көрді менің. Соның анау жіліктің балтаға бағытып, дыбысын сезіп, ұрып қалуы, соның жіліктің сындыруы менің көз алдымда әлі. Сондай оның енді кейінгі балдары, қыздары да ер жетті. Баян ауылының жақсы адамы болып өтті. Енді Самарқанмен өзің күрес болған Уақит Темірбеков, облыстың ақыны жайлы айтсаңыз. Уақит Темірбеков, ол да жақсы ақын болды. Ол ақын болды, оның сөзді отқыр жерлерде болды. Ол өзі бір кішкене мынау қалжың қойлау, әңгімеге жақсы үйір адам еді. Мынау 57 жылғы айтыста, сосын 57, 67, 69, соның 4-5 айтысында болдым мен. Көрдім мен ол кісінің айтысқандарын. Ал енді ол кісі өте бұлай әзілқой адам, сезімтал адам еді. Мынау қазақ Ивановка деген жерде тұрды. Қазақ мектебінің, нөмір 2-ші қазақ интернатының лагері болса, Ивановтың ар жағында, Есілдің жағасында. Соның күзетіп жүрді. Сонда талай әңгімелесіп жүрдік. Оны енді көп әңгімелері айтатын. Оның бәрі есте қалған жоқ қой. Енді Қазақстанның 5 бірдей облысын сақтап қалған Жұмабек Тәшеневтің көзін көрдіңіз ғой? Ол Тәшеневті көрген кезім неде? Мен Шымкентте музыкальный училищені Шымкенттен бітірдім. Сонда Шымкентте Аманжол Жағыпаров деген біздің ағамыз болды. Сол облыс полкомда главный инженер болып істейтін. Соның үйінде тұрдым. Сосын оның нағашысы кім болды? Кім еді? Есімде қалмады. Сол нағашысы Байнұралы Жакупов деген. Байнұралы Жакупов деген сонда оңтүстікте беделді адам болды. Ол кезде край болды. Сол крайдың поштаның, краевой поштаның бастығы, әлі обкомның пленумның, обкомның бюросының мүшесі болды. Сол кісілерменен Сәбит атамыз дәмдесе екен, мынау кім еді? Өзбектің жазушы Ғафур Гулямның 75 жылдығына барып келе жатқан жолында Байнұралға телефон соғады. Мен осындай келемін, соған мені қарсы ал деп. Сол қарсы алу кезінде сол Аманжол деген ағамызға айтып, сен даяғашы боласың, соған сен ертерек кел деді. Сосын солардан қалмай мен де бірге бардым. Ол даяғашы болып жүрді. Оның енді бөлек, салдары бөлек. Біз барғанда, мен барғанда
уже анау әлгі крайдың бастығы кім Сабыр Ниязбеков, Сәбит, тағы біраз адамдар залда сөйлесіп отыр екен. Бізге айтты, сендер көрмеңдер, анау үлкен үй екен, бұлай 4 комната, бұлай зал үлкен, бұл ортада коридор, ас ішетін жері. Ал енді анау залдың өзінде мынау кісілер бері қарай шықпайды, ар жағына дем алуға, саттың ішін аралауға шығатын есік басқа. Сонда солай екен. Сонда бір уақытта телефон сылдырлағаннан кейін неге Байнұралының жолдасы есік ашты. Есік ашып бір кісі аққұба өңді тығыршықтай денелі, жүрісі ширақ, шымыр, сол залға өткізді. Сосын біз кейін сұрадық, бұл кісі кім еді деп. Сонда енді көруін анық көрдік, түрін бәрін. Сонда бұл Жұмабек Тәшенов, облыс полкомының қазір замы болып келген адам деп, Байнұралының балдызы бар еді, сол айтты. Ондай деп. Ол енді сонда үлкен адамды, Қазақстанды бөлшектеуден аман алып қалған нағыз жаужүрек, арыстандай адам, сол кімді, Тәшеновті, соны көріп риза болдым мен сонда. Сондықтан оны көруімнің өзі бір бақыт деп есептеймін. Енді балалар жазушысы Зейнелғаби Иманбаевпен араластыңыз ба? Ол кісіге талай бардым ғой, ол кісінің үйіне. Ортакөл, Баян арасы 10 шақырым. Не ол Баянға келеді, не біз Баянға Ортакөлге барамыз. Ол кісіні талай көрдім, әңгімесін естідім. Ол әңгімені жақсы жаздым. Ана сөйлеп кеткенде ол кісі шебер сөйлейтін. Сосын анау артистерші кейде қызып кеткенде бұлқынып, басын көтеріп, дауысын шығарыңқырап, әртүрлі дауыспен құбылтып әңгімені айтқан уақытта адамды елтіп жүретін еді. Ал енді жазуы қандай болса, сөйлеуі де сондай еді. Ол кісінің енді жарқын бейнесін жатқан жері жайлы болсын. Ол кісінің көп әңгімесі бар, көп естідік. Ол енді бізге менің шешемнің туыстары болып келеді. Бексейіт Балтадан тарайды олар. Менің шешем болса Бексейіт Балтадан тарайды. Ал енді сол оның енді Зейнелғаби оған мынау кім екен? Ілияс Омаров еді. Ілияс Омаров болмаса ол кісінің жазғандар дүниесі және аурудан жазылуы да неғайбыл болатын еді. Сол Ілияс Омаровтың арқасында, көмегінің арқасында денсаулығы да түзелді, жазуы да іске асты, кітабы да жыл сайын шығып, сол 17 кітап, бір жылда 17 кітап жазыпты ғой. Ол жылында бір кітап жазу ол оңай дүние емес. Оның бәрін ойға қорытып, оны жазуын әсерлеп, тыңдайтындай қылып, нақты фактілерменен, сондай жүйрік ойларменен жазылу керек қой. Ол сондай адам еді. Оның ойы да, қиялы да сондай еді. Ал егер оқыса, білім алса, қазіргі журналистерде білім алса, күшті жазушының бірі болатын еді. Анау кім, Ілияс Омаров айтқан. Мына Зейнелғабиден үлгі алыңдар. Зейнелғаби ауылда өсіп, мынандай жазушы болып отыр. Мына керемет жазушы болып отыр. Біз мына жастарды, студенттерді, мына Казгуда журналистика факультеті бар. Соларды 5 жыл оқытамыз.
5 yıl okuğandan keyin olar kitap жаза ма, жазбай ма? Міне сондай үміт күтіп жүреміз. Мынау Зейнел абай ауылда жатып, кітап жазған, үкіметке шығынсыз дайын келген адам. Мұны құрметтейік, мұның беделін асырайық деп сондай қамқорлық қылды. Сондай қамқорлық жасады. Мынау Ілияс Омаровтың қамқорлығын біз де көрдік. İlyas Omar жайында айтсаңыз. Ілияс Омаровтың Ілияс Омаров мынау обкомның екінші хатшысы болып тұрған уақытта Баян ауылына Ғылман Әлжановты 55-ші, 56-ші, 57-ші жылдары жазғы айларда апрельдің аяғынан бастап жіберіп тұрды. Біз сол домбыра үйрендік, Әлжанов хор үйретті, биді үйретті, өлеңді үйретті. Баян елін жақсы тәрбиелеп, өнерге баптап кетті ол кісі. Соған жанашыр болған Ілияс Омаров еді. Ілияс Омаров Баянға бір келген сапарында Мұрат Нұрмұқаровпен екеуміз контордың алдында тұрғанда сағат 11-дің кезі екен, жаңғыз өзі қара Волгамен келіп түсіп, конторда басшы бар ма екен, қайда екен деп сұрағанда, басшы конторда жоқ, мен қазір іздеп келейін деп бір баланың велосипедін алып, басқа алманың тауып алып келді. Біз үйімізге кеттік, келсек сол. Артынан естідік, Баян ауылының адамдарын жинап, бетікшілер, колхоз басшыларын жинап, әңгіме өткізіпті. Осылай 56 жылы бүкіл Қазақстандық жастар фестивалі өтеді. Соған Баян елін дайындау керек. Баян елінде өнерпаздар ел екен, домбырашылар, әншілер, бишілер бәрі бар екен. Соны осыған дайындау керек, соған сендер қамқор болуың керек, жанашыр болу керек. Сосын оларға киім тіктіру, сосын концерт, каждый концерт беріп, концертті дайындаңды, концертіне мәшін, арнайы мәшін бөліп, сол мәшінменен бүкіл анау неден, сонау Майбалыққа дейін көрші ауылдардың бәріне Әйімжан, Орталық, Киіріп, қазақ ауылдарын түгелді аралап шықты концертпенен. Соны шыңдалдық. Ол енді Ілияс Омаровтың қамқорлығын көп көрдік. Сол кішкентай ғана Баян ауылын бүкіл республикаға көтерді. Сонан республикаға көтергенде республикада талай концерттерді араладық. Талай концерт, завод, фабрикаларда концерт қойдық. Соның бір радиоға апарды бізді. Радиоға барған уақытта 100 бұт өнім аламыз деген қағидаға сіз тіркеуші екенсіз, тракторист екенсіз, сенің қосқан үлесің бар екен деп саған сөз сөйлетіп, маған сөз сөйлетті. Мен сол сөз сөйлеп барады. Соңынан сосын бір әйел, сендерді музыкальный училищеде, Петропавлда музыка училище ашылады екен. Оны білесің бе? Музыкаға әрі қарай өнеріңді дамытасың ба деді. Ойбай, музыкальный училище ашылса, оқығанда алдай барам, оқимын деп сөйледім. Сонда музыкальный училище ашылатын 57 жылы сол радионың қызметкерінен естідім. Ақырында айтқандай сол музыкальный училище ашылды. Енді мынау ақындар айтсын дедім, бір нәрсені ұмытып барасың. Сол музыкальный Петропавлда балалар музыка мектебі болды. Оны салдырған кезінде 2 этажды кішкентай үй салған екен. Соның қабырғасына га барасына қылып, тәшеліп, ойы ұлатып, үй салдырды. Балалар мектебінің алдына баланың орны бар.
тұрған ескерткіші бар. Сосын ана класстардың бәрі бір музыка әдебиеті деген класста неге қазақтардың сол кездегі Қыз жібек ертарғын операсындағы суреттерді қабырғаға немен жылтыр немен суреттерін басып солай жабдықтады. Сосын мына сольфеджи деген класста орыс классиктерінің орыс операларынан сондай көрнекті жерлері қойды. Көрнекті артистердің суретін көрсетті. Содан кейін анау музыка мектебінде залында бір жақ бетінде Жамбылдың, бір жақ бетінде Абайдың гипстен салынған үлкен суреті болды. Содан ол 50-50 жылдар салынды. Ал сол 50 жылдардан 74 жылға дейін келді. 74 жылы анау үлкен үй салынатын болғасын музыка мектебі қиратылып қалды. Ал енді музыка мектебінде талай балалар тәрбиеледік, балаларды оқыттық. Соның іші керемет әдемі қазақ орнаменті бар, көңілін тоятын сондай бір көрнекті қазақтың бір жақсы үйі сияқты еді. Енді айта берсек әңгіме көп сол Ілияс Омаров туралы айтып жатырмыз. Ілияс Омаровтың енді ерлігі көп. Мынау телевидение салғызды. Естіп отырғанымыз телевидение салғызу үшін анау Микаяның қабылдауында болып, содан Новосибирскіде телестудия салынып жатыр. Содан кейін сендерге жіберем деп сөйдепті. Содан кейін барып анау Шымкент ашылды. Театрлар. Енді барлаушы журналист аттанған Есілбай Қазбеков қандай толғайды? Есілбай Қазбеков енді ол өзі бір мынау боевой жігерлі кісі еді. Журналист, газетте де болды, мақалалар жазды, кітапта да бар ол деймін осы. Ол кісі енді жақсы жұғымды адамға жақсылық ойлайтын, жақсылық тілейтін, соғысты көрген, неше қиындықты көрген адам ғой. Соның домбырада тартып жүрді, өлеңді айтатын еді Есілбай Қазбеков. Соның ескі домбырасын мен бір жаңа домбыра айырбастап қазақ нөмір 2 қазақ интернатына музейіне беріп едім. Сол музейде бар ма жоқ па білмеймін енді. Есілбай Қазбеков белгілі журналист болды. Ленин туына керемет мақалалар шығып жүрді. Олардың менде суреттері бар. 71 жылы соғыстың біткеніне 30 жыл болғанына ма, сонда түскен суреттері бар. Мен саған берейін. Енді социалистік еңбек ері Төлебай Мұстафинді көрдіңіз ғой, е? Төлебай ағамыз бұл енді өзі бір ауылдың адамы ғой, әзілқой, жақсы сөйлейтін еді, адамға қамқоршы, бөтен мынау сөзі жоқ. Неге мынау социалистік еңбек ері Құрманғали баяндікі ғой. Соның үйіне қонаққа келді ол кісі. Екі социалистік еңбек ерінің енді біз ол жиында болған жоқпыз. Ол кезде баламыз ғой. Жігіткені кезіміз. Сонда олардың әңгімелері жарасып, әзілқой әңгімелері, мынау екеуі де еңбек адамы ғой. Еңбекпенен өскен, шыңдалып өскен, ауыл өмірін жақсы біледі. Мынау ауылдың жерін, қай жерде бидай жақсы шығады, қай жерде жүгері жақсы шығады, қай жерден қандай өнім алады. Солардың өзінің ауылдың егістік жерлерінің картасы болды.
Соларда картасын мен кезінде көрдім, ол карталарды. Сонда Төлебай ағамыз енді мейірімді, сонда жақсы адам еді. Мен көп осы дәмдес бола алмадым. Жай азын-аулақ бір-екі рет кездесіп келім бар, ал енді сырттан оның адамгершілігін жұрт жақсы сыйлайтын, жақсы құрметтеп сыйлайтын ол кісіні. Ал ол кісіні бір рет көргенім, мына неде бір көрдім. Мынау әлгі Дәмеш Сапарына деген, Сапар қыз деген бар ғой, Дәмеш. Құрманкина. Оның шын аты Дәмежан. Сол Дәмежанды Ғабит Мүсірепов Алматыға алдыру үшін ең алдыменен Петропавлдың сахнасын шығарып алайын. Сосын өзін Алматыға алдырмақшы болған екен. Соған мынау обкомдың оқу бөлімінің бастығы Жүнісов деген кісі болды. Қасым Жүнісов. Сол кісі мәшінін жіберіп, сол сахнаға сол Дәмежанды сахнаға шығару керек болды дағы. Директор маған Ғалымданиев деген кісі мына осындай сағат 4-те сол жиын болады, партия жиыны. Сонда үзілістің арасында сендер шығуларың керек, сол Дәмешті дайындап апар деді. Содан енді Дәмешті шақырып алып, воспитатель маған алып келді. Содан Дәмеш, мен өлеңді домбырамен айтып көрген жоқ едім, баямен айтушы едім, гитарамен айтушы едім деді. Енді домбырамен айтпасаң, дауысың келмесе, өзің жаңғыш шығып айтасың. Мына домбыраға қосылып айтып көр, ең алдымен мен дауысыңды тыңдап алайын, дауысыңды естіп алайын, диапазоны қандай екен, домбыраны қалай бұрау керек екенін білейін деп сөйтедім. Сосын менің Қазақстаным деген өлеңді айтты. Сосын оның дауысына ұрадым. Екі рет айтып шықтық. Аға жарайды екен, деді. Соны сахнаға шықтық. Сахнаға шықсақ, бүкіл әлгі обкомның аппараты, сосын ауданның бірінші хатшылары бәрі отыр екен сахнада, Погодин театрында. Содан залдың іші қап-қараңғы, түк көрінбеді. Мынау бізге жарық түсіп, көзімізді қаратқызбайды. Енді бір уақытта көзіміз үйренгеннен байқасақ, алдында толып атқан социалистік еңбек ерлері, сосын Ұлы Отан соғысының батырлары солай отыр екен. Солардың арасында Төлебай менен кімді көрдім? Құрманғали Сұрағановты. Сонда Мұстафин Төлебай шет жағында отыр екен, көрнекті жерде отыр екен. Сол Төлебай ағамды сонда көрдім. Енді өзіңіздің замандасыңыз жазушы, журналист Бақыт Мұстафин жайында айтсаңыз. Ол Бақыт енді бір терісі кең адам еді. Оса ашуланып, мінез көрсететін жігіт емес еді. Өзі қыз сияқты, өзі төмен қараңқырап, басын иіп, солай сәлем бергенде ғана сәлеметсіз деп қолын беретін. Сондай биязы жұмсақ адам еді. Қыз мінезді еді. Екеуміз талай кездесіп, мен бір мақалаларды алып барам, жобасын жазып, ол кезде қайбір жоба бар. Сол жобаны ол іске асырып, енді мен нақты фактілерді мен апарам ғой, фактілерді жинап. Сонда дүниелі берем ғой, ол әсірелеп газетке жазып жүрді. Соны кейбір жазғандары менде сақтаулы, біраз жоқ. Ал мынау жақсы жігіт еді, Бақыт Мұстафин. Бақыт Мұстафин бір келген, Сәбит Мұқанов бір келгенде, Бақыт Мұстафин сол Алматыдан келген, Сәбитпен бір келіп келген адамдарды үйінде шақырды. Сонда қонақта мен болдым, сосын кім болды? Ақын әлгі Ленин Солтүстік Қазақстан газетіне орынбасар болды ғой.
Болат Қожахметов. Болат Қожахметов болды. Сосын ары Майбалықтың бір тілшісі Тауқұдіретов болды. Үшеуміз болдық. Басқа адамдар бәрі керемет, әрі журналистер бәрі. Тауқұдіретовтың аты кім еді? Тауқұдіретов атын ұмытып қалдым соның. Тауқұдіретов Майбалықтығы ол сол мақаланы көп өндіріп жазып жүрді. Әрбір екінші үш нөмірден кейін мақала шығып жүрген сияқты болды бір кездерде. Енді мана қалалық әкімдікте қызмет еткен өзі ақындығы бар Ғазиз Балғожин, иә? Қайда есіміз? Сол атамыз жайында айтсаңыз. Балғожин Ғазизбен мен 1956 жылы ауыл село көркем өмір базарының байқауы болды. Сонда кездестім. Мен бірінші орын алдым, ол екінші орын алып, адай күйін тартыпты. Мен адай күйін, ол балалар оны тартыпты. Ол 56 жылдан бері сол Ғазизді білдім. Содан кейін ол радиода істеді. Мынау Красноармейский мен Куйбышевтің бұрышында екі этажды үй болды, соның екінші этажы ағаш болды. Сонда радиокомитет болды. Сол радиокомитетте істеді. Артынан сол радиокомитетте біздің көптеген запистеріміз сақталып еді. Кезінде әлгі көркем өнер базары байқауының жеңімпаздарының концертін тыңдардар деп радиодан беріп жүретін. Сонда біздің концерттеріміз көп болды. Сол радиокомитет күйіп кетіп, көп архивтегі дүниелер бәрі күйіп кетті, естеліктер. Сол радиокомитетте істеді. Ол кезде әлгі Ленин туы жабылып қалып, бір кезде Мереке Туралинда сонда істеді. Мереке Туралинда жақсы жігіт еді. Ол да менің баянның жігіті ғой. Менің бір 17 күйімді жазып алып, Алматыға жіберді. 1939 жылы концерт, эстрадалық концерттік ұйым болды. Соған жасөспірім таланттарды апардық. Ондан Бүркіт Бекмағамбетов, біздің ауылдың баяннан бір жігіт бар еді, атын ұмытып қалып отырмын. Соны талай жігіттерді апардық. Сонда таңертеңгілікте Алматыдан, сол Алматы әлгі менің бір үш күйімді жазып алған 17 күйдің ішінен үш күйді көркем өнер байқауларының концерті деп Алматыда берілді республикаларға. Ал енді Бақыт әкім кімді айтып ең? Бақыт Мұстафин. Жоқ. Ғазиз Балғожин. Ғазиз Балғожин біз бірге жүрдік. Қашан қайтқанға дейін, ауырып қайтқанға дейін жолдасы Алма деген еді. Үйінде болатынбыз. Екі баласы болатын. Оның әлгі балаларының бәрі ол кезде кішкентай болатын. Ол 60-шы жылдардың 70-ші жылдардың кезі. Балалар анау Ғазиздің күлді кітаптарын келгенде есіктен төрге дейін дорожка деп тізіп кітаптарды сөйтіп кітаптарды тізіп дорожка деп ойнайды екен. Екі баласы, бір қызы болды екен. Өткен дүние ғой, бәрі есінде қалмай жатыр. Сондай Ғазиздің өлеңдері де газетке шығып жүрді. Оның әні газетке сақталса, Мәлік сол үйден шықпайтын.
Оның Мәлік сол Ғазиз Балғожаның туыстары болатын. Мынау қазір енді Әдия Ысқақова. жолдасы Әдия кім еді? Исқақова. Содан Ғазиздің жинаған өлеңдері болса қайда екенін сол тауып беріп саған жол сілтейді. Ғазиз Балғожин жақсы адам еді, бірақ өмірден ерте өтті ол. Не себептен қалай болған кім білсін, әркімге әртүрлі жағдайда өмір береді ғой. Енді сіздің замандасыңыз болады, қателеспесем, Ермек Қонарбаев деген жазушы атамыз болыпты. Ермек Қонарбаев. Ол жайында не дейсіз? Ермек Қонарбаев, анау Ибраев Саққозынікі ғой. Ибраев Саққозына бір шақырып домбыра ансамбль бар еді. Соны жолға қойып берді, мені шақырды. Сонан бір жұма сонда болдым. Сонда Ермекті көрдім. Ермек сол кезде баян тартып жүрді. Сол мектептің хорын басқарып жүрді. Ал кейін кезде жай кездесіп жүрдік, амандасып жүрдік. Ермек Қонарбаев, Ермек Қонарбаев мен туралы да лекция концерт ұйымдастырып жүрдім мен. Ауылдарға барып. Осы облысты үш айналып шықтым. Мен бұлай Соколовкаға барған жоқпын, басқа бұрынғы ескі солтүстік Қазақстанның райондағы қазақ ауылдарын түгел араладым. Соның әлгі кішкентай ауылдарды да араладым. Анау Нұрымбет ауылына да бардым. Анау кімнің, Марал Ишанның елі. Сол әлгі мен туралы лекция концерт құптарлық екен деп отзыв жазыпты Ленту газетіне. Ол былай жаңалыққа жаны құмар, сосын өзі биязы, сөзі бәрі орнықты, мәдениетті сөйлейтін жігіт еді. Сол кездегі жігіттерге қарағанда оның әлдеқайда мәдениеті жоғары екені көрініп тұрды. Сондай әңгімелер жазып жүрді, әңгімелері Ленту газетіне шығып жүрді. Қазірде сендер анда-санда шығарасыңдар ғой. Сондай жақсы, бірақ ол кісінің тағдыры дүниеден ерте өтті. Тағдыры қиын. Сондай адамдар, жақсы адамдарға, Аллах тағалаға да жақсы адамдар керек дейді ме, сол алып кетті ғой, талай жақсы адамдарды. Енді өзіңіздің жерлесіңіз Әскер Әбілқайыр журналист атамыз жайында айтсаңыз. Әскер енді өзіміздің ауылдың 42-ші жылғы жігіт қой. Ауылда өсті, ауылда жұмыс істеді. Әкесі Әбілқайыр деген кісі қазақ сол баянда кезінде веттехниктік оқу оқып, сол кезде ертеде коммунист болған адам. Ертеде баяндағы бірінші коммунистердің бірі. Соның алды коммунистік партияда 200 жыл толғанына арнап медаль бергені де бар. Ал енді мұны әскердің өзі, енді ол бір нәрсенің өзін жазған уақытта, бір нәрсенің төңірегінде шимай-шатағы әңгіме көп мәселелерді айтып, жазып, сөйтіп жүрді. Мұны Кәрібай туралы жазды. Кәрібай туралы Мерекеде жазды. Енді Әбілқайыр әскердің жазғандары көңілге қонымды сияқты,
бірақ шұбыртпалы әңгімелер көп болатын. Аланда мереке, мына Бақыт екеуі солтүстік Қазақстандағы ең күшті әдеби жазатын журналистер болды. Ал енді Мәлік Мұқанов та жақсы журналист болды, күшті болды. Оның мақалалары өткір, оның және нелерді заман талабына сай келмейтін, соны келтіру керек деген дүниелерді жазды. Бастық қысым ба, үлкен шені бар адам, оған қарамайтын, тура сөйлейтін жігіт еді. Түген сөйлейтін еді. Бір күн біз осында, біз жаңа осы ит алғанда, қайырлы болсын айтамыз деп, бір лентаның бірнеше жігіттер келді. Соның әлгі жігіт келді. Енді мен тілек айтам деп отыр. Енді бәрі бір керемет журналистер ғой. Әй, сендер бәрің тіратыңдар, мен тұрғанда сен сөйлейтіндер. Қайдан келдіңдер? Мен сөйлеп олайын, сосын сөйлейсіңдер дейтін. Сондай өткір жігіт еді. Сосын неге менің неге телестудияға түсірген несі бар, лентасы бар. Мәлік Мұқанов, сосын мен туралы жазған Амандық Жантеміров, Ғазез Нұрмолдин деген кісі жазды. Дүйсенбі Әуелбеков жазды. Мен туралы жазбаған кісілер аз. Мен туралы бірінші жазған, мақала жазған Айта беріңіз. Мен туралы жазған адамдар көп қой енді. Әлі де жазып отыр телестудияда. Сіздерге рахмет. Газетке де жазып, телестудияға да жазып жүрсіңдер. Менің орнымда. Бірақ әр журналистің өзінің стилі бар, өзінің ойы бар шығар. Міне сен бүгін кең ауқымды сұрақтар қойып, маған сөйлетіп отырсың. Ол міне осылай кеңірек сөйлету керек. Адамды жетектеп отыру керек. Мысалы біз енді қартайған адам, ойымызға бір нәрсе келеді, бір нәрсе келмей қалады. Енді журналист Дүйсенбі Әуелбеков атамыз жайында айтсаңыз. Дүйсенбі Әуелбеков баянда мен 9-шы класс оқығанда сабақ берді. Әуелі орыс әдебиетінен берді, ол қазақ әдебиетінен берді. Енді оның сабағынан да мен 5-ке оқитынмын, 4-пен 5-ке. Оның енді өзі сөйлегені, жүріп тұрып сөйлеуі, бұл артист сияқты да. Өзінің түріне қарап отырып, не айтқысы келгенін түсінетін сияқтысың да. Сондай, сосын өзі жай кездескен уақытта әзілқой, сондай адам еді. Сөзді тауып сөйлейтін, сосын анекдот жүреді. Оның әлгі тұдан басылатын, сыдан басылатын сөйлемдерді көп құрайтын. Соның біразын білуші едім мен. Оны телевизордан айтуға болмайды енді бірақ. Енді Баян ауылында Бәрейдің мысығына дейін домбыра тартады деген бір сөз тіркестен естіп жүреміз. Өзіңіздің ініңіз маңдайға сыймай кеткен Кәрібай атамыз жайында айтып өтсеңіз. Кәрібай 3 жасында домбыраны сүйреп жүріп, менің домбыраларымды сүйреп жүріп, сол 4 жасында ма, 5 жасында ма, сол бір саусақпен өлеңдерді тартып айтып жүрді. Оның алдында менің Күлән деген қарындасым болды, Күлмен деген қарындасым болды, Күлбәршін деген қарындасым болды, Күлзара одан кейінгі. Солардан өлеңдерді естейді дағы, сол естіген өлеңді домбыраға салып алып жүрді. Құймақұлақ музыкант еді. Музыканың осында консерваторияда
неге Көкшетаудың музыка училищесіне түсті. Көкшетаудың музыка училищесіне түсіп, Сөкерді орыс тілді диктанттан екіге жазып жүрді. Содан домбыраны тартуын тартса дағы, сен оны кандидат қойыпты. Жарты жылдан кейін қайтадан сол бірінші курсқа өтіп, сол училищені бітірді. Одан әскерге барды, одан консерваторияда оқыды. Консерваторияда оқыған уақытта әлгі Бегенді көптеген қазіргі артист Маңғыстаудікі сол Бегенді көп студенттердің оркестрін басқарған екен. Сонда содан көп тағылым алдым дейді. Оркестрмен қалай ойнау керек екен, оркестрдің шығармаларын ойнап, сонан мол тәжірибе алған екен. Содан кейін консерваторияда оқып жүріп, Қалауып деген мұғалім болды. Сол өзіне қараған оңтүстіктің адамдарына, балаларына сабақты жатқызып отырғызды. Бір күні мұғалімі болмай сол сабақ беріпті. Сол мына шығармаларды оқыған екенсің, енді қайтадан үйреніп кел, қайтадан сол тапсырма беріп дейді. Содан бір жұма дұрыс сабақ бермегесін кімге барыпты? Ғазизе Жұбановаға. Мына Қалауып деген мұғалім маған дұрыс сабақ бермейді. Жершіл адам. Біз солтүстікте келген адамбыз. Солтүстікте ешкім домбыраға оқып жатқан адамдар аз. Бізді оқып, ілгері тартудың орнына кейін шегіндіріп дұрыс сабақ бермейді депті. Содан әлгі кімді көзінше кімді шақырып алыпты? Қалауыпты. Қалауып деген домбырашы ол кісі. Сен алалайсың балаларды. Неге дұрыс домбыраға сабақ кіргізбейсің деген. Содан оның кінәсін мойнына алып, содан кейін маған сабақ бермейтін болды. Содан әлгі Карима Сахарбаевадан оқу тәлім алдым дейтін. Енді өзінің қарапайымдылығын сақтап, ол өз тындырып жүрген Жамбыл ауданының руханиятына еңбек сіңіріп жүрген Күлбарам Асанбаева қарындасыңыз жайында айтсаңыз. Мынау әлгі Күлбарада мынау мынау осы балалардың бәрін Күлән, Күлмән, Күлбара, Күлзара, Кәрібай, алтауымыз қораның есігін ашық қойып үлгі. Соң қораның алдында отырып домбыра тартамыз. Болмаса күн ашық болса, қораның сыртында домбыра тартамыз. Кәрібай кейде мені көрсін деп қораның төбесіне шығып тартатын. Сонан, Кәрібай, қайдасың? Мұнда кел. Мұнда отыр, домбыра тартамыз қазір. Сонан өтіп жатқан адамдар, біздің жанымызда әлгі Күлбара өте малға үйір болды. Сол мысық ит дегендер солар екі қыздың соңында жүретін болды. Малдар да солай болды. Сонан домбыра тартып отырсақ, бір жағымызда ит отырады, бір жағымызда мысық отырады. Сонан Тәшеннің Серікбай деген кісі болды. Бір серілеу жігіт еді, өлең айтатын өзі. Өлең айтатын соғысқа барып келді. 1919 жылғы адам еді. 18 жылғы адам еді. Сол, бұл бәридің мысығы мен итіне дейін домбыра тартады. Бұл домбыра тартпайтын үйінде кісі бар ма екен деп жұртқа жайған екен. Содан әлгі бәридің мысығы мен итіне дейін домбыра тартатын деп сөз ел аузына таралып кеткен ғой. Одан әлгі біз сахнаға шықсақ тағы мектепте оқып жүргенде домбыра тартып жүрдік. Соның бәріне әңгіме қылатын. Ал енді Күлбара деген қарындастарым егіз болды. Екеуі де ноталарды, балалар музыка мектебін бітірді. Екеуі де ноталарды жақсы жазды. Ол кезде әлгі нотный кітаптар жоқ.
нота жазылған. Қазір ғана шығып отыр ғой. Ол кезде сол қолмен бірден-бірге көшіріп отырмыз. Нотаны жақсы жазды, сабақты жақсы оқыды. O da керемет 4-5 оқымаса да жақсы сабақты жақсы оқыды. Ал енді домбыраны да солай жақсы үйренді. Музыка мектебінде 5 жыл оқыды. Сол 5 жылында бәрі менің айтқан тәрбиемді алды. Сонан енді мінекей Күлән деген қарындасым Көкшетаудан бітірді, пенсияға шықты. Музыка мектебінің мұғалімі болып. Карибай консерваторияны бітірді. Күлбара сол музыка мектебін бітірді. Балалар музыка мектебін бітірді. Енді осылардың ішінде Күлмән деген қарындасым бар еді. Ол жақсы өлең айтатын, дауысы оңды еді. Ол енді ерте қайтып кетті. Бұлардың бәрінде осы қарындастарым бәрін әлгі көркем өнерпаздар, республика көркем өнерпаздар байқауы болғанда осы балалардың бәрін Алматыға апарып таныстырып көрсеттім. Алматыда өнер көрсетті. Музыка мектеп жас музыканттардың конкурсы болды. Сол конкурстарға қатынасып жүрді. Енді мына Күлбара мынау ауылда жүріп, ауылдар неге ажағында негіз бар, музыкаға қабілеті бар, тәрбиеғат берген дүние ғой. Тәрбиеғат дүние болғаннан кейін жай жатсын ба? Сол адамды қозғайды ғой. Тұрмысқа шықса да сол ауылда домбыра тартып, домбыра үйретіп, көзге түсіп, одан Преснопта, Жамбыл ауданы Преснопта, Благовещенка аудан орталығы болды. Соларға көркем домбырашыларды да апарып жүрді. Содан жақсы домбырашылығын өнерін көрсеткеннен кейін Преснопқа алдырды, Пресноп музыка мектебіне. Содан Пресноп музыка мектебінде талай жыл істеді. Содан талай конкурстарға қатынасты, талай балаларды Қырғызстанға, Өзбекстанға, Алматыға, Қарағандыға барды, сосын Алматыға барды. Оның Дина деген қызы болды. Ол да сол артистікті музыка училищесін бітірген. Ол да талантты, сол жақсы өнеріменен жақсы балаларды үйреткенімен көзге түсіп, республика көлемінде жақсы құрмет грамоталарын алып жүрді, лауреат атанып жүрді. Енді жуырда Күлбара пенсияға шықты. Соңғы қарындасым 1962 жылғы пенсияға шықтық. Пенсияға шыққан уақытта жуырда мұғалімдер күніне арнайы медаль беріпті. Естідің бұны? Медаль алған екен, медалін құтты болсын деп айттық. Бірақ енді қандай медаль екенін әлі естіген жоқпын. Медаль алып деп өзі айтты, медаль алдым деп, атын айтқан жоқ. Енді жақсы медаль шығар, жаңа жақсы медаль алған шығар. Қалай болса дағы әйтеуір еңбегі жанды ғой, еңбегі еленді деген мақсатына жетті. Міне талай талантты балалардың көзін ашты, талай балаларды музыка әлеміне шығарды. Сонау әлгі алыс жолға апарып шығудың өзі қиын шаруа ғой, үйрету бірыңғай. Тәрбиелі балалармен тіл табысып, балаларды апарып, ұйымдастырып, киіндіріп, сахнаға шығару, сахнаға кету, шығармаларды кеменіне келтіріп орындау. Ол оңайлықпен келетін дүние емес. Айтқанда оңай, тыңдағанда оңай. Тыңдап отырғандай мынау жақтарды да, мынау шалағайтарды да деп айтасың ғой. Ал бірақ оның бәрінде алдында дайындық бар ғой. Қаншама еңбек бар. Ансамбльмен бір-екі домбырашы бар, ансамбльмен 10 шақты баламен барып жүр ғой. 10 шақты, 15-16 балалар бар. Осы Қалжарға талай рет келіп жүлделі орын алып жүрді.
birinchi orun algan kez bo'ldi. Ikkinchi, uchinchi orunda alg'ay olib yurdi. O'sha orada ikkinchi orun olib ketdi balasi. Bir qiz balasi. Möldir degan. Qutlu bo'lsin. Жақсы, өлең жақсы айтады екен. Енді ол әлгі музыка мектебінің әлгі жас балалар ғой. Ол баласы кіші топта өлең айтты. Әлі үлкен топқа қосылады. Одан да музыканың училище оқи ма, консерватория оқи ма, белгілі адам болады ғой. Енді біздің толқынға көңіліңіз тола ма жастарға? Ой, толғанда қандай. Біздің кезімізде мұндай мүмкіншілік болған жоқ. Біздің балалық шағымыз мұндай болған жоқ. Анау шөппенен, топырақпен өстік, соларды ойнап, соларменен. Ойыншық анамына жоқ, соғыс жылдарында өстік қой. Одан кейін мектепте жүрген уақытта ауылда қай үйде жиын болады екен, қай үйде той болады екен. Солардың есігін сығалап, онда домбыра тартатын, өлең айтатын адамдар бар ма екен? Соны тыңдап жүрдік қой, байқап жүрдік қой. Сондай бір кездің тағы Тырбиев Молдахметті көрдім. Баянға келді. Тырбиев Молдахмет 50-ші жылдар ма екен, 51-ші жылдар ма екен, бір үйге келіп, жанында тағы бір атымыз қалды ма, бір әнші бар екен, аты есіме түспей жатыр. Сол екеуі жанында тағы бір жас жігіт бар, аты айдаушысы. Сол жиында кімнің Тырбиев Молдахметтің дауысын естідім. Дауысы ашық өлең айтады екен. Дауысы ашық екен, көтеріп. Мына Егебайдың дауысы сияқты, бірақ Егебайдың дауысынан да ашырақ. Бұлар кішкентай кезімде естігеннен кейін даусының ашылық екенін білмеймін, бірақ диапазонының қандай екенін айта алмаймын. Егебай диапазоны анық үлкен ғой. Енді қазіргі адамдарға көңілім толады, өйткені мына бұрынғы кезде совет үкіметінде музыканы қолдаса дағы қазақтарды осы қолдамады. Мына Погодин театрында Екатерина концерт болады. Сол концертте бірінде домбыра мен өлең айту, немесе бір күйтар домбыраға күйтар қызады. Сонда Екатеринада бір ән бір күйгені екі-ақ нөмір болады. Екатерина. Солай ұстады біз. Кейде 7 ноябрь, 8 марттарда менің домбыра ансамбль, қазақ әнтін ата домбыра ансамблі шығып жүрді. Соның бірде списоктен тізімнен шығарып тастапты. Алдында тексерістен өтіп, бізді программаға кіргізіп, сендер тартасыңдар деп жіберген. Енді барсам, сахнаға шығатыннан бұрын біздің нөміріміз бар ма екен деп хабарлаушыға барып білсем, біздің нөміріміз жоқ. Содан әлгі бір городтың бастығы болды, Нестеров деген. Соған бардым. Мұның біздің нөміріміз бар еді ғой. Бұл неге жоқ? Осындай нөмірлер, осындай жағдайлар көп болды, көп кездесті. Солармен таласып, содан Нестеров программаға келіп кіргізіп, бұл программада мұны кім өшірді? Кірізіңдер давай деп. Сосын балалардың беті қайтып қалады ғой. Енді қараса, сосын маған балалар жақсы көзбен қарамайды. Давай балалардың ынтасын, жігерін көтерейік. Балалардың тауы шақылмасын деп соны кіргізіп, талай рет орыстармен шайқасқаным бар. Бұл орыстар бізге көп бөгет жасады ғой біздің. Ал енді қазір ондай жағдайлар жоқ. Қазір тәуелсіз ел болдық. Тәуелсіз болғаннан кейін мынау әлгі домбыра күні болды. Домбыра күнін белгіледі.
қазіргі жаңа кітаптар, күйлер, әндер шығып жатыр. Мынау жаңа талап, заманға сай талап әндер де, оны орындайтын әншілер де, оның орындаушы балалары, қыз балалары, ұл балалары көбейді. Қазір кезде мектептерде байқаймыз, мынау 19-шы мектепте ылғи домбырашылар сайра домбыра деген конкурс өтеді жылда. Жылда қатынасып барамын. Жылдан жылға конкурстың көлемі ұлғайып, балалардың саны көбейіп, жасөспірім музыкаға деген жасөспірім жастардың қатары көбейіп келетір. Мынау сосын жас алаш деген не бар, бір ұйым бар екен. Солардың да концертін көрдім. Оларда да көп балалар бар екен. Әлгі балаларын бірінші класс оқитын, екінші класс оқитын балаларды алып келеді дейді. Енді соның ішінен талантты балалар бар деді, үйретсе алып кететін. Сондай балалардың концертін көрдік. Біздің мына облыста өте ән, өнер өте күшті дамып келеді. Ауызғаларлық айтатын адамдар жетерлік. Мына филармонияның өзінде қаншама адамдар, әншілер, анау Тауышев сияқты оперный артистер қайдан бір Петропавлға келген, сая болған екен деп де ойлаймын. Күшті әншілер көбейіп келеді. Көңілім толады. Ерте кездегі біздің өмірімізбен қазіргі өмір жер мен көктер. Енді бүгінгі сұхбатымыздың діңгегі болсын, бір күй шертіп жіберсеңіз. Мені домбыра. Көзім шешіп тастасам ғой деді. Шешіп тастаңыз. Шешіп тастаңыз. Ыңғайлы болсын. Қолым ыңғайсыз болады. Иә. Сиерге бәрі жарасады. Енді енді 90-ға жақындаған адамда қандай күй тартады? Саусақтардың бәрі тамырлары солған, болса келмейді жобасы. Енді жобалап тартып көрейін. Енді соңырақ айта жүресіңдер, бір 90-ға жақындағанда атамыздың тартқан еді деп.
бір күй тартыңыз. Oynarsın. Korku tak. Ал енді адамды берген жауабына емес, қойған сұрақтарына қарап бағалаймыз. Бүгін қойған сұрақтарымыз көңілден шықты ма? Sıraqlar sıraqlar көңілден шығады ғой, шықты. Mana негізгі дүниелер. Бірақ айтылмаған дүниелер де бар. Айтылмаған дүниелер мынау әлгі көптеген домбырашыларды, сосын домбыра жасайтын, домбыра жасайтын адамдардың біразын көрдім мен. Анау әлгі Қасым Қамаровты көрдім, домбыра жасайтын. Қазақтан тұңғыш шыққан домбырашы, домбыра жасаудың шебері. Анау Эммануэл, Борис Эммануэл деген домбырашыларды көрдім. Оның домбырашыларын тартып, үйіне барып, оның қызметін бәрін көрдім. Толып атқан адамдарды. Мынау домбырашылардың Рүстем Омаров деген домбырашыны көрдім. Алматыға барған уақытта Әлжановпенен мұғаліміміз Әлжановпенен көше қыдырып келейік деп, Қуат Анафин деген Байекин Кайкен үшеуміз көше қыдырып келе жатсақ, бір адам күлімсіреп біздің алдымыздан келе жатыр. Келе сала Ғалман Әлжановты құшақтап бетінен сүйіп отыр. Содан артынан білсек, бұл Рүстембек Омаров екен. Рүстембек Омаров да Ғалман Әлжановты 1935 жылы қазақ оркестріне алынған екен. Екеуі тетелес өскен адам. Рүстембек Омаров әскерге кетеді. Әскерден келгенде Әлжанов үстіндегі костюм шалбарын шешіп берген екен. Ал енді Рүстембектің өзіне келсетін болсақ, Рүстембек Омаров осы біздің үйде екі рет болды. Қазақстанның халық артисі, күшті домбырашы. Сол көшеге келе жатқан уақытта Лұқман Мұхитов ауырып жатыр екен, ауыр халде екен, соның үйіне барайық, амандығын білейік деді. Содан бардық, бір жерде тұрады екен, төсек үстінде отыр екен Лұқман Мұхитов. Лұқман Мұхитов, Махамбет Бөкейханов, сосын тағы бір домбырашы бар екен, ұмытқан. Сол үш домбырашы домбыралардың алғашқы негізін салған Ахмет Жұбановқа көмектескен адамдар екен. Сол
көп әңгімелер айтылды, домбырашылар туралы айтылып жатты. Әлгі Рүстем Омаровқа Уақап Қабықожин деген домбырашы болды. Сол Уақап Қабықожин домбыра тартқан уақытта Дина шешеміздің өзі басын шайқайды екен. Домбырасына риза болған сонда, әй шайтан бала дейді екен. Шайтан бала деген Динаның өзінің мәтел екен. Соны айтты. Сосын анау кімге Лұқман Мұхитов көп домбыра тартқызды. Оң аяқ деген Қауеннің күйі. Содан кейін Абылдың күйі, Абыл Марату деген күйлері бар. Соларды естідім сол кісіден. Радио запись кейіннен естідім, ол өзіне басқа. Тура өзінен естідім. Ауырған кезінде төмен жерге түсіп отырып тартты. Сонан Рүстем Омаров бәрі домбыра тартып, кім Ғалмен Әлжанов Адайдың екіншіден тартты. Адайдың екіншідер бар, оны сол Әлжановтан басқа ешкім радиода тартқан жоқ, радиода запись қалды, сосын Ақсақ Құланды тартады. Ақсақ Құланды кезінде сол Рүстем Омаров, Әлжанов тағы да Өтеғұлов деген домбырашы осы шоу тартып жүрді. Кезінде, сол кездерде 30-шы жылдардың, 40-шы жылдардың кезінде. Мынау Әлжановтың шықпай қалған жері Қазақ консерваториядан шығып қалуы, 3-ші курстан, Қазақ оркестрінен шығып қалуы. Мынау тұқымында сотталған қуғынға ұшыраған адам бар екен. Сол үшін Әлжанов өспей қалды, ешқандай награда алмай кетті. Содан мына біз 57-ші жылы бізді апарғаннан кейін Қазақ концертке солист болып, сонда қалды Алматыда. Вот сондай дүниелер көп. Мынау әлгі Уақап Қабықожин деген күшті домбырашы ғой. Сол Рүстем Омаровты Москваға музыкальный училищеге жібереді, білім алу үшін. Сонда сен оқуға бар жатсың ғой, сенің дәрежең өссін. Менің домбырам саған қонсын деп Уақап Қабықожин өзінің концерттік домбырасын Рүстем Омаровқа беріпті. Бұл саған енді келетін жазатын дүниелер. Жазатын дүниелер. Осындай жағдайлар көп. Енді бізге уақыт бөлгеніңіз үшін көп рахмет. Алдағы уақытта 100 жасқа келген Серікбайдың күй шерткенін көрейік. Дина апамның өзі 86-ға дейін тартты. 86-ға дейін. Ал енді ол кісінің енді әйел адам ғой, қолы жұмсақ қой. Ол домбыраны қуғанады. Ол енді біздің қолымыз осы сүйегі, еті қашқан, тамыры су алған, қазір аса келмей жатыр. Бәрінен жобалап үстірт тартып отырмын. Ана кейінгі жастар айтады, ой, анау шал немен тартып отыр, қата тартып отыр, тарта алмай отыр деп айтады ол мысалы. Ол менің жасыма келген сонда түсінеді олар менің кім екенімді. Өзімізге ұнады күйлеріңіз. 100 жастаңыз, Нағима апамыз екеуіңіз ұрпақтардың қызығына тоймаңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болайық. Сіздермен бірге болған Самырат әр қазақ жүрсін жадырап.